Сәлем бүгінгі қыза бізде бүгін күшті блог болады деген ойдам. Бұл блогта ой тұр екінші час, үшінші час, төртінші час дейтіндер бар. Уайымдамаңыздар. Мен бүгін бұл блогта жаңа киім кием. И сосын бұл блогта не істейміз деген ойдасыздар. Конечно, бұл блогта мен сурет саған жақсы көрем. Мен сурет үйірмесіне қатысам. Сурет үйірмесіне. Бірақ бұрында қатысқам, енді қатыспаймын ғой енді. Бірақ бұрында қатысқам. Мен қандай сурет сағам. Мен осыны YouTube каналға сағам, көріңіздер. Осындай сурет болып шықты. Бірақ енді бір көзі ұнады. Мына көзі болып кетті, мына көзі мынандай болып кетті, мына көзі мынандай несі де болып кетті. Айыры нормально, мұрын нормально. Еш алмастен пасталары бітіп атыр, көрсем мынандай болып қалды. Енді тағы да 4 сағатын болғамыз. Мен сурет салғысын маған көп параға берген. Анықта тамақ пісіп жатыр. Еще біздің үйде әже келген. Мен әжем телефонына пісіп жатыр. Өйткені мен үйім басқа, менің үйімде апамның үйінде қазір тұрып жатырмық. Өйткені баяғы салқын келелік істедім, осыға келді. Бірақ мен өзімнің телефоным да YouTube канал бар ғой. Сосын мен әжемнің телефонынан түсіп жатырмын. Мен телефоным жаңа үйде қалып кеткен. Жаңа үйде өзіміз тұрамыз ғой. Апам үйінде қалып кеткен. Апам үйінде тұрып жатқанда мен енді осыяққа келген әжем, содан кейін әжем телефонынан істеп жатырмын. Жақын бүкіл екінші час күтесіздер. Бай-бай, екінші час күтіңіздер. Уже мен сөйлесем дегенше уже видео түсіп бітіп жатыр.